Бүгін ұлттық спорт күні. Біз осы атаулы күнге орай бәйге аттарын баптаушы атбегі Ақылбек Ишановқа келдік. Ақылбек бәйге аттарын баптайды, әрі шабандоздар тәрбиелейді. Ұлттық спорт түрлерін жанына серік еткен жастардың бәрі осы жерден табылады. Бізбен сұхбаттасқан Ақылбек Ишанов шабандоз тәрбиелеуде Олимпиада чемпионын тәрбиелеумен бірдей дейді. Батыс Қазақстан бәйге федерациясының қолдауымен және ұлттық спорт мектебі бар бізде. Ерболат Байбатыров бастаған басшымыз. Сонда ұлттық спортта көкпар, аударыспақ, теңгелеу, жамбы ату бар ғой. Бәйге бөлім былтыр ашылды тек қана. 2 жаттықтырушы, сосын 30 бала бар. Бұның ішінде шауып оққан балдар бар, мысалы, үйреніп оққан балдар бар, кейін ізбасарлары. Бұнда енді бәйгенің шабандоздарында қысқа ғой, 2 жыл балдар тез өсіп кетеді. Сондықтан салмағы 35-ке барғаннан кейін уже балдар аударыспақ, көкпарға ауыса береді де қалғаны. Кейінгі балдар өсіп кеткен балдар бұлардың бәйге шаба береді. Бала біріншіден қорықпау керек қой. Атқа келгенде бірінші келген баланы аттан құлатып алсаң, бала тауға айтып құлатып бала ғой дейді. Оны алдап сулап жаңағыдай қазақ аттармен тайларға мінгізіп, кішкене жаман тайға беріп қойсаң, өзі кішкене қалғысы келмейді, қамшылайды. Сосын уже бала өзі аттың үстіне әбден өз-өзіне сенім ұстағаннан кейін өзі сұрайды да, маған дұрыс атпеші деп. Содан кейін барып жақсы құнанға мінгізесің, сосын жақсы бір-екі жаман тай бәйгелерге, мысалы тай бәйгелерге листер шаптап жүресің кішкене. Көрсін, ашсын деп кішкене. Балалар көбіне бізде енді көбіне турник дейміз, пресс, отжимание, неде жаттығулар сатқызамыз және дізгін тартқызамыз, қолға жаттығу ғой енді. Дізгін тарту, резинка тарту, сондай жаттығулар жасаймыз. Ақылбек Миразатұлы Батыс Қазақстан облыстық ұлттық спорт мектебі бәйге бөлімінің жаттықтырушысы. Кейіпкеріміз жылқы баптаудан қыр-сырын әбден меңгерген. Қазір дайындалып жатқан осы қорада 8 зат бар. Өзімдікі бар, ағаларымдікі бар. Жалпы осында дайындаймыз аттарды. Бізде аттар спортсмен сияқты ғой, жыл 12 ай тренировкада жүре береді. Оны бір семіртіп қойып олаймыз. Күйін осылай средний ұстаймыз да. Спортсмендер сияқты формада болып бастаймын. Өз басым аттың кестірмеймін де, құлағына да кеспеймін, мен салмаймын. Оны кестірмеген себебіміз, мысалы, бәйгеден қалған аттар көкпарға қалады. Енді көкпар аттар жаңағыдай пішпе ат болса, онда ол аттарда характер болмайды да. Андай ойнауға келген кезде кішкене тайып беріп, тодаға кірмей деген сияқты. Жаңа айғырлай ұстасаң, айғыр әлді болады ғой, қарулы болады, характеріне болады. Аттың мінезін жоймау үшін де кестірмейміз ғой. Саба этно кешені қазір оралдықтарды қойып, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, тіпті Астанадан келетін қонақтар үшін қызмет көрсететін ұлттық орталыққа айналып келеді. Бұл жерде 5 мезгіл бие сауылады, жылқының сүтінен ем іздегендер саумал ішуге келеді. Ақылбек өзі көбістап, қымыз дайындайды. Көбін бірінші жақсылап үшін жуып кептіріп, тазалап, сосын дейтін қаймақпен, болмаса жаңа тоңмаймен ішін жақсылап майлаймыз. Мен қазір ұстап жатқан бидайдың саломы. Мына бидайдың саломы мен көбіне өзім кикотымен ұстаймын. Кикотының дәмі жұмсақ болады, әрі дәмі бөлек болады. Ақылбек Ишанов болашақта үлкен ипподром салынса деген арманын айтты. Сонда бәйге аттарын дайындауға үлкен мүмкіндік болар еді дейді біздің кейіпкеріміз. Ұлттық спорт мектебінің жанынан енді біздер жаңағыдай классикалық бәйге түрін ашқымыз келді. Классикалық бәйге біздер ипподром ашылса, кішкене бәйге көбейеді біздерде. Мысалы, кешегі алдайтын 30-ында болатын финалда Дубайда шабатын Кабирханның өзі сол Қазақстан намысын қорғап, сол біздің Оралда ыңғайлы жер болмағасын, Ресейде дайындалып жүр. Бұрын Алматыда болды мысалға. Сол сияқты сондай тұлпарлар біздің өңірде көбейеді.